Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етті бәліш дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды, комментарий қалдыруды және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Біздің бәлішіміздің қамырына 1,5 метрге ұн қажет және де 180-170 граммдай май. Менде үйдікі және де магазиндікі жартыдан алдым. Және де 1 жұмыртқа және шамалы су қажет. Ұнымызға дәміне қарай тұз және 1 шай қасық разрыхитель қостым. Ұнымызға майымызды салып, қалған ұнымызды қосып, жақсылап бәркелкі болғанша араластырып аламыз. Дайын болған қоспамызға 1 жұмыртқаны қосып, суымызды ұнның көлеміне қарай құйып, бәркелкі масса дайындаймыз. Қолымызға жабыспайтын осындай теста дайын болу қажет. Және де осы тестаны уақытыңыз болса 1 сағат холодильникке, жоқ болса 10 минут морозилкаға салып қойсаңыз болады. Бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм тауық филесі, 1 жұмыртқа және 2 картошка қажет. Салмамызға керек заттардың барлығын өзіміз қалағандай формада бәркелкі қылып, барлығын турап аламыз. Дәміне қарай тұзын және де бұрышымызды қосып, 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз осымен дайын, әрі қарай тестамызбен айналысайық. Тестамызды 2 бөлікке бөлеміз, біреуін кішкентай, біреуін үлкен. Оларды әдемілеп домалақ формаға келтіріп аламыз. Және де жазуға кірісеміз. Бірінші үлкен қамырымызды жазып дайындап алайық. Сіздер бірден термоковрикке немесе табаға жазып алсаңыздар болады. Бұл өте ыңғайлы, себебі жазып болғаннан кейін бірден табаға сала саласыздар. Осылай 2 тестамызды дайындап алғаннан кейін, үлкен тестамыздың үстіне салмасын салып, оны біркелкі қылып орналастырамыз. Кішірек дөңгелек тестамызбен үстін жауып, жан-жағын әдемілеп, түйіп, бүріп, қалағандарыңызша енді жапсаңыздар болады. Тестамыздың үстіне жұмыртқа жағып, қалағандарыңызша күнжіт, қара күнжіт немесе мак, кез келген присыпкаларыңызды сеуіп, әсемдесеңіздер болады. Дайын болған бәлішімізді 170-180 градусқа 20-25 минутқа әбден қызарғанша духовкаға саламыз. Міне біздің етті бәлішіміз дайын. Оның тестасы өте жұмсақ, песочный болып шығады. Әсіресе үйдің майымен дайындасаңыз, дәмі ерекше болып шығады. Ішіндегі начинкасымен өте керемет үйлесіп, кешкі асыңыздың сәні болады. Және де тіске басарға балаларыңызға дайындап берулеріңізге болады. Сіздерге ас болсын, соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма жазылуды, комментарий қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет.